Армысыздар, өзі де астауында қазақсыз тәуелсіз елдің жасыландары. Тіл қандай ұлтта енші болмасын әрқашан қасиетті бір құдіретті. Бұл әрбір адамға ана сүтінен бөлінген қалыптасады. Тіл әрбір елдің жаны, Қазақстан Республикасы халықтары, тілдер күниядағы тілге қабілетке төбелерді берген кешімізді ашып жүргеніміз. Әр елдің өзінің байлығы болып саналады, өйткені тіл ол өте маңызды рөл. Өте жақсы. Тіл татулықтың тірегі. Тіл арқылы балаларға біріміздің қарым-қатынас жасаймыз ғой. Тіл арқылы жақсы нәрсе айтамыз, жаман нәрсе айтамыз. Сол тілдегі сөз мына жүректен шығады. Тілдің жүрекке деген жүрек арқылы әр ықылас, сезім, бір-біріне деген махаббат, сезімді, жақсылық, бәрі жүрек арқылы, тіл арқылы сыртқа шығады. Қандай мотивация бере алсаңыз, әрине балаларға керек, балаларға қолдап жапалақтайық. Жақсы соған сай болыңыздар, 8-ші жыл. Мен сіздерге сенемін. Тек қана біздің ортамызда осы қазғашын істеп қылып, тілдің мәртебесін көтеріп, өсіп жүре беріңіздер. Рахмет. Тіл жеген алтын көз түбірдері, істелген тоқым шашқан көбелері, қадірет тілдің сақаулардан көзіне жас алып әдеп қалай жоғалтса, ана баласын, бала іздеп таппай өз анасын. Өзге шеше секілді өзге тілдеудей, өз тіліне ертерек тап жарасын. Шоқпарлы тілді алған күндер таптым. Өміршін өзіміздің тілден таптым. Тіл екен жемсіздісі, шоқпарлысы, халық баққан күнмен бақтым. Қыран құстың көп қанаты қарылды. Күндей күшті көп күреген ел тыңды. Асқар алтыннан есте жоқ. Батыр хандар асқан жылдар оқыды. Сырмас темір қазық, өрісі магнитінің өмірге жазық. Қыдыр мүтілдің сұра келем деді, сөйлеуді арман еткен көңіл жазық. Сүйген ой білімді, сүйген туған тілімді, мақсат етем расымды, мәнін теле білімді. Ана тілім естегін, ана тілім көргенім, ана тілім ертенім, қадірлі ана тілімді сүйегінің бөлшегім. Әр тілім бал тілім, өзім барда шал тілім, өз тілімде ән шықып, тербелетін бал тілім. Сол тілмен шешем мені әлдилеген, еркеліктен қолының жанын берді. Сол тілменен бірінші егіз елден, ана тілмен сүйгендік сөйлемін. Тілім менен мақтанам, тілім менен мақтанам, бірлігімді бүгінгі аңытымызды. Ашықтарға сағатын шақырдыңыз. Тіл мәселесі енді ол қашанда өзекті мәселе ғой. Өзім де қазақ тілін сағат білемін,
балалар ана тілін біліп өскен жақсы. Осындай маңызды бағытта сабақ ашықтан сағатын беріп, шағын болса да өте түсінікті, сондай сәл болса да балалардың телевизорға өте қуаныштымыз. Әрқашанда сіздерімізді алға сүйреп, осындай іс-шаралар өткізіп рахмет, балаларға сіздерге. Жолың әрқашанда ашық. Рамазан алда қойған мақсатына жететініне сенімдісің. Бекжан, ең бастысы тырысу, ал жетістік міндетті түрде ол әрқашан алдымыздан шығады. Қазір өзіңді және өз қабілеттеріңді бағалауыңды әрқашан ұмытпа. Сұлтан, сенде үлкен әлеует бар, сен оған лайықтысың. Алдағы уақытта үлкен нәтижелерге жеткізеді. Инжу, сен талпынасың, мен еңбегімді мақтануға әрқашанда тұрарсың.